Sağınбай інім, самсаз болып қалдың ғой. Бағанағы мәжілістегі пәтің зор еді ғой. Енді соған уайым басып жатыр. Біріншіден, Емберген ағаны хакімнің алдында қолайсыз жағдайға түсіріп қойдым. Екіншіден, Бірінші жағдайың ешкеп. Ембергеннің жағдайын хакім сен айтпасаң да бесбармақтай біледі. Екінші уайымың не? тілмен орақ орып жібермедім бе деп тұрман. Ертең келістіре алмай қалсам. Бригадшылықты келістіре алмай қалсам ешкеп еді. Таслайман да кетемін. Фермерлікті кімге тастайман? Маған қара Сағынбай інім. Саған бір мысал айтайын. Әпсана болса да біліп қойғаның шеп емес. Скендер Зұлқарнайын ләшкерлері менен теңізден кешіп өтіп, арғы жағадағы елді басып алмақшы болған. Арғы жағаға өткеннен кейін мініп келген кемелерін Скендер өртеп жіберуге бұйрық берген екен. Енді не қылу керек? Меніңше, қалай болмасын жеңіп шығу керек шығар. Әй бәрекелла. Енді сенің алдыңда да сондай үлкен уазипа тұрыпты. Кейінге қайтатығын жол жоқ. Ал Назар аға, мәслихатлерің үшін көп рахмет. Яқшы онда, қайрат сала бер. Яқшы, болады аға. Мен Сұлтан аға, абайла қолың күйіп қалмасын. Осы адамлар картишкені суға пісіріп, майға қуырып, басы бәлеге қалып атқаны. Негізінде картишкенің ең зоры отқа піскені ғой. Сұлтан аға, мен өзім осы мына отқа піскен кәртішкені, тоғайда шелекке қайнатып ішкен шайды, қыздырып жеген нанды, тап қазақ қойды құйрық майына алмастырмаймын аға. Саған не? Құйрық майды біреу аузыңа тұтып тұрма? Сағынбай аға, шекеттен аласым көп. Егер бәрі қолыма тисе, тұрақтысыларға бір қой сойып, аузларына май ағызамын деді баяғыда. Әй, ауқат көрмей жүрсең бе? Я бала шағаң қазағын суға таслап отырма. Онша кеп мақтайсың? Ал мен тек ескемді айтып отырмын. Несі соны сандалай бересің бе? Сағынбайды менен жақсы білмейсіз. Шіркетте үлесім бар деді ме? Демек ол бір нәрсені баслап жүр. Оған да біле? Әзір әр жерде фермер деген шығып атыр. Ау, фермер деген шаруада болмай ма? Отырш. Диханның фермері болады. Менің бір башам бар. Дарияның ар жағында. Ал. Соның ауылына қаладан біреу келіп фермер болыпты. Енді 300 гектар жер соныкі дейді. Пақта екісі кесе, пақта егеді. Жүгері екісі кесе, жүгері егеді. Істейтұғын адамлардан қаладан алып келген. Сонда ауылда адамдар не қылады? Үйінде отырады. Фермер болды ма, ол жеке меншік. Малыңа өріс бермейді. Өзіңе күнкөріс бермейді. Енді түсіндіңіз бе? Сағынбай аға өйтпес ау. Сағынбай аға өйтпес ау. Ол не? Сенің екі туып бір қағаның ма? Соны айтамын ау. Әне, өзім келді.
Harman жігітлер. Бар бол. Ал, не жаңалық жиналыста? Айлық бере аладығын түрі бар ма шirkеттің? Я отвечайға істей береміз бе? Hazır toy merekeler hem 70 ay болып кеткен. Тапқанақта апарып бере бересің. Ey, қалбам кетеді ау кейінде. Сіздердің әр сапарға осындай сауалдарыңызға жауап бере алмай тұбалау жаныма тиіп кетті. Соның үшін бүгінгі үлкен мәжілісте шirkеттен ваз кештім. Не? Уаз кешкен қалай? Хакімам мені қуатлады. Республикадан келген жас үлкенім. Енді диқан фермер боламыз. Солай де. Айттың ғой бұл аяқ астынан тағы бір нәрсе тауып келеді деп. Диқан фермер болғанымыз жаман ба? Бұрынғыдай орындамайған бригадалардың зиянын жауып отырмайсың. Жер өзіміздікі, су өзіміздікі, мүлк өзіміздікі. Менікі дей берсе, не қыласаң біздерді алдастыраман деп әлекленіп? Sonda bizler ne? Ауылдан көшеміз бе? Қаққа барамыз көш? Көшпесең фермерге жалланып істейсің. Сағынбай жүра, бәлкім өз пайдаң үшін дұрыс істеген шығарсың. Бірақ ауылдан ізіңе ешкім де ермейді. Сұлтан, сен түсінбей ашуланбаса, кім сіздерге жалланып істейсіз деп жатыр? Мә. Енді сен фермерсің. Жер сенікі, су сенікі, мүлік сенікі. Тракторыңда өзің айда, жеріңде өзің сүр. Қане, кеттік жігітлер. Сұлтан, қаяққа бармақшысың сонда? Аспанның асты кен ғой. Россия болар, Корея болар. Қалайда сенен байрақ біреулерге жалланба қызмет қылармыз. Кісі елінде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол деген. Рахмет. Суаққа дейін ұлтан болғаным жетер. Енді ешкімнің аяғының астында тапланбайман.
Aksıngıl deydiler senin atında yok, hazayaklı deydiler havsız zatında. Altınga kaplayın aytkan gapında yok, mübarek şamalın gördüm Aksıngıl. Dostlar Aksıngıl, yavre şanım Aksıngıl. Kara terin orıklını şaylağan, sürü sürü padaların aydağan. 14 uruş egitlerin saylağan, mübarek şamalın gördüm Aksıngıl. Dostlar Aksıngıl, yavre şanım Aksıngıl. Assalomu alaykum, Yenbergen ağa. Aleyküm. Qalaysan? Yol bolsun. Sizge baratır edim. Jayşa mı? Ağa, şirketten tiysli үлесімді soramakçı edim. Ne ölüs? Payda? Brigadamның payı. Koşum. Şirketler uşananın şülen kazan emez. Her kimge pay bol sürüp beredin. Маған өйтіп қырсықпаң. Менің бұл қожалыққа сізден алдам 10 жыл минетім сіңген. Адамларының төккен тері бар. Маған һәм менің адамларымның тиісті үлесі болатын шығар? Саған bir gap айтайын. Біздің ауылда Қайпан аға деген бір жас үлкен бар еді. Bir күні ауылда gap шықты. Қайпан аға баласы мен келіннің киімдерін арқалатып бөлек шығарып жіберді деген. Соған 1-2 жас үлкен үйіне бардық. Kelgeniniz böten emes dedi Kaypan ağa. Eğer balam izindeki inisini üylendürüp, benim Akpatya'mda alıp ketkende, üyümün teң жарысын bölüp veririm. Al hazırlık tursunda menden kutulgança asıkkan balaga, şukulaytığın şöp de bere almayman dedi. Sol aytkanday koşum, tolu ziyinde jın gözlenbeyek, fermer bolamadı bu özüme aytkanda, soragan zatыңды vermez benim. Şirketim Kaypan ağanın үйіне саған қожалық. Түсінген болсаң, екінші мәрте тажаптан бермен қарап өтпей қой. Өзім тірі екенмін. Şirketті ит тартқан өлімтікте әркімге талатпаймын. Айттым ғой мен сізге фермер болама деп. Қайда? Өзіңіз бұда ма? Ауыл қожалығында жұдырықты емес, көбірек ақылдысын ету керек. Мен сенен ақыл сұрап тұрғаным жоқ. Бригадан пайын бересен бе жоқ па? Қатарына 7 жыл зиянмен шығып кеткен шіркетте не пай болуы мүмкін? Кеше өзіңім жиналыста айттың ғой. Мүлкіңді аукционға қой. Мен саған Қайпан атавизер баласы емеспен. Бұл шіркетте менің көп жылдан бері минетім бар. Пайымды я күшпен аламан, я низам жолымен аламан. Екеуінің біреуіне тұр. Бопты. Бригадыңдағы жұмсап жүрген механизмлерді баланстан балансқа өткеріп беремін. Енді жолды босат.
Aha. О, не білің бар сенің? 1, 2, 3, 4. Сені осы зәрікті ес ташлайын ба? Саған не қожа түсе берек? Yeni nesibel gitmişti. Oyna yak birinde. Beş, 3. 5-2. 5 3. Міне 5-2. Niye koşturmayadır? Zayıf kasılsın. Екеуіңіз де сөйерді екенсіз ғой. О, Al Sağınbay ağa. ассалаумағалейкум. Sağınbay. Ал, қалайсыздар? Жаман емес. Диханның белі далада ұмыт қалса, ол түнімен уайымлап 4-5 мәртебе оянып шығады. Сіздерім сондай болып жүрген жоқ па? Тракторларыңыз далада қалды. О, ішкерлі аға. Я, уақытым жоқ. Караматтин, О, сенің тракторың қандай деталлар кеміз? аппаратты алмастыру керек. Кейін ремень керек. Осы екеуі болса жүре ме? Кейін парфюм күні үшін ашып көру керек шығар. Дұрыстап істемей тұр ғой. Қиятбай, сенікінде ше? Енді dinam işlemeydi. Relе, аккумулятор керек. Сұлтанның 6 айының жағдайын білесіздер ме? Пускашты ашып көруім керек деп жүріп еді. Шынжырыңам 4-5 palisi ketken. Түсініклі. Болады жігітлер. Яқшы, Рахмет. Яқшы. Яқшы. Салам алейкум, кіші. Хау. Сау барсаң ба, Рахмет, рахмет. Аман сау жүрсің бе? Шүкір, кіші. Хау, Карам, ішкерле демедің бе? Айттым ғой. Я. Мен асығыспен кете берейін. Нан жедің бе? Ай, жей береміз ғой, кіші. Хау, қой. Жей береміз несі? Хау, Карам. Қазір. Хау, неге балаларды тастап кетіп баратсың? Мен таслап бара тұрғаным жоқ. Өздері бұрыннан ойнап отырған екен. Нан жағы. Қой, бұларды ертіп ап кет. Бұлардың қаяғына өкпелейсің? Осылар сенің өкпек инеңе түсіне ме? Қайтама бақырып шақырып жұмсай берді. Сөксең әкең әкелерінен үлкен. Ұрсаң жұдырығынан үлкен. Рахмет, кіші. Әмі сіздей өп түсіне бергенді кәнеке. Түсінеді ғой, түсінбей қаяққа барады. Бұлар да бұзауын жойтқан сиырдай күнде бір мәрте төбешікке шығып тракторларына қарап қайтады. Мейлі, бараман десе күндегі тракторлары тұрыпты. Сөйтсе қарағым. Хау, мынаған кім от берген?
аманлық па? Аманлықда шаман. Әй, дүзде ұлақ жамырағанның үйді қатығы төгіледі деген. Бір жағын келістірім айтсаң, бір жағы. Не боп қалды? Насоз өшіп қалған екен. Барып көрсем, кімдір бәкке құм салып кетіпті. Өйтпе. Оннан қала берсе, Сулайман жердегі 1000 баушенгірке бірі от беріп жіберіпті. Маңлайым, ондай қастяншылықты кім істеуі мүмкін? Білмедім. Мен қазір жылы су алып шығайын. Бет қолларыңды жуып ал. Раушан, Ау, сен дәсліп қуанышқа айт. Тез Қалмырзаны шақырып келсін. яқшы. Ертең ана айғыр мен биені базарға апармасақ. Біреуін сата бершеш. Екеуін бірден қосақластырып. Біреуін жаңағы шіңгірікке төлеймін. Ол біздің атызда тұрғанымен Қызылдағы Отарбай пермешінік еді. Сонша айттым, алып кет деп. Ендігі айда деп. Ал екіншісін жәрімаңа төлейсің жора. Не? Не жәріма? От беріп, хауаны патаслағаның үшін жаңа басылық маған қоңырау өтті. Үстіңнен акт түзілді. Құдайдың кең даласына да жарима бола ма? Уай, еш нәрседен хабарың жоқ екен ау. Әзір космосты патаслаған үшін жарима төлеп атырған мемлекетлер бар. Келістірмесе ісіңді бұламық сындырар тісіңді деген. Қоя қойғаның мақұл ма деймен? Яқ! Шешінген судан тайынбас деген. Басылаған ісімді ақырына жеткенмін. Мә, мына актпенен танысып шық. Жігітлер, мына ақтеректілер қаншадан болды? Нешеуін аласыз? Нешеуін аласыз деп? Бәлкім біреуін аларман, бәлкім 10-ын. Солғы сорап атырғам. Көбірек асаң түсіңгіріп береміз. Қарайлар келгенде барса қасына, шай көрмедің бе? Отыра берің. Мен тек мына терекелердің бақасын білейін деп едім. Айтаман ғой, алатын адам өзі ұшқынып келеді. Менің үйде ұсында 25 ақтерегім бар еді. Алатын адам болса көтере сатпақшыман. 3000 бау бедемін бар. Яқ. Өзі мұнаны былтыр ноябрьде алып, соңынан үшеуін зорға саттым. Қысы менен қорып шыққан минетім қалды. Маусымы келатыр ғой, өтіп кетер. Әй, жора, біздер ел аралап жүріп ағаш жинамаймыз. Ондай көп ақша да жоқ. Анау жинап отырған пресшон ұшқан көрдің бе? Ава. Соның ар жағында қызыл нексия тұрыпты. Несіпбайға деген яшыл көндік сол. Осы базарды ағашпенен, шөппенен тәмінлеп тұрған сол. Біздер ақшамыздың жағдайына қарап содан алаймыз. Болады жігітлер. Әкесі қолды? 3,5. Яға оға, яқ. Бер, нағыз бақасы. Яға оға, тәмен бар. Берін. Берсе? О бала ол. Қараса. Сауданымыз бол. Саудаласып отырмыз ғой күніменен. Не ортаға сұғылсасаң? Ау, ақсақал. Мен не? Саудаңызды бұзып атырман ба? Әзір аға заман кім зияттікі? 3,5-нан өтсең ал. Өтемен. Тап өткені болсын. Өт. Әке қол. 38. Азырақ қоса қойсаға. Тәмен бар ау. Ақсақал, майдалағанды қойса? Інім, мен 38-39-ды майдалап отырмаймын. Дөңгелетемен де тастаймын. 4-еу, бола ма? Болады аға. Бер қолды. Келістік. Ұсыла жіпті. Әке бала жіпті. Айттым ғой, мал сатуда сенде шебер жоқ деп.
Мен базарға мал әкелсем арзан сатама, қымбатын аламан. Сонда да кісінің малына кесіп баға айтуға тартынасың да. Енді ондай гәпті қой Қалмырза. Қазан табақ қосып отырған қоңсымыз. Hem інімсең. Hem сонша жылдан бергі тәбілшігімсең. Бригада жабыл деп төбеңді көрсетпей кеткеніңе өкпелеп жүріп едім. Және қой дедім. Әр күнге бір өкпелей берсем, ертең кіммен сізсім? Енді гәп бұлай. Бұл фермерлік менің бір өзіммен болмайды. Ел менің болады. Сен бұрын тәбілші болған болсаң, енді бізге есапшы боласың. Жаңа базарда көтере сауда істейтұғын Несіпбай деген кісімен сөйлесіп келдім. Ертең көлік әкеліп, үйдің алдындағы тұрған ақтерекілер мен қорадағы жинау тұрған беделер бар ғой. Солар теп әкетеді. Әні соның пұл түскеннен кейін адамларды жинап бір сөйлесіп алайық. Болады. Сен онда соған дейін қарап отырма. Бізде бұрыннан істейтұғын нешеден бар еді? 18 бе 20 ма? 19. Сол 19 адамға 3 айлық минет ақы жаз. Әркімнің істегеніне қарай. Yaxşı. Şirketten alınmagan aylıkların sol akterikmen bededen beremiz. Lekin adamlarga puldu kayaktan alganыңды айтпа. Hau. Onda adamlar? Ay, gapты bölme. Otur maşına. Ертең азанда Нөкіске темір базарға барып қайт. Тракторлардың бір-екі ауысық бөліклерін жазып беремен. Соларды алып қайтасың. Онда кешек жаримаңды не қыласың? Онда ұспылдан төлейсің бе? Ай, білмей тұрман. Бір апам бар, 5 жезден бар дегендей бұл пұл қаяғына жете береді. Нөкіске басылығына барып көрсеш. Ауаны патасладың деп бұл бір қала емес. Низам әммеге тең Қалмырза. Адамlardan таппайтын жоқ. Ау, мына өтесін аға емес пе? Ауа сол ғой. Ап кетейік те. Ауа жол үсті ғой. Ассалаумағалейкум өтесін аға. Ау, Қалмырзамсың? Өтесін аға. Сау барсың ба? Шүкір аға. Ассалаумағалейкум. Ва, алейкум ассалам. Bu ne? Ешкі алдыңыз ба? Яға, сатуға алып келіп ем. Дейдей болмады. Сонан кейін далаға таслап кеткендей болмайын деп қайтып алып баратырман. Машинға салайық онда. Хау, машинды бүлдіріп қоймас бе екен? Әкеле бер, ештеңе қылмайды. Мәйлі. Бас жібі ұзынлау ғой. Қалмырза, аяғын байла. Яқшы. Аяғын байлай жақсы ба? Байламасаң тарсылдатып бүлдіреді ғой. Қой онда жетелеп кете берейін. Бұл буаз ғой. Обалы барды. Жүр. Олай болса, Қалмырза, ешкін ішке алайық. Өтесін аған қапталында тұрады ғой. Яқшы аға. Әкел аға. Ешкінің туым апазы өтіп кеткен жоқ басы. Кенжі буаз ба? Уай, бұның басына болсын, жылына 2 мәрте туады. Біріншісін көкшөпті көріп туады. Екіншісін пақта терім аяқлана келе. Бұл бейшараны ылақларам ана сүтіне той алмай қалады. Яқшы, сал аға. Қане өтесін аға, сіз ішке мініп шақынан ұсылаң. Тоқтап тұр. Қане маған шақына бір. Көтер. Тарт. Әне болды. Бұндай ешкінім қолдан шығарас па аға? Уай, інемей. Ағаң пақыр мағанам керек ет деп, балаларына қосылып жылаған екен баяғыда бір кемпір. Сол айтқандай, бұл ешкі өзімізге де керек еді. Қайтейік, мүтәжілік. Кеше келін, күрті күйлігі ұнтаппай қабақ ашылмады. Кемпірін пақыр тірі болғанда, аны үйменейден бір еккесі ұнтауып әкеп беріп, келіннің маңлайының жерігін жазар еді. Мен оны еркек басыма істей алмадым. Келіннің сұрағысы келмеді.
сөйтіп қатты құтты нан турап жедік, шіркеттен айлық береді деп жолына айдай қарап ек. Онан біреулерден шіркет біздің бригадты айып тастады, енді бір сом бермейді деп естік. Білмедім. Ен бергенге біз не жамалық еттік екен. Көп адам көп айтады аға. Есіткеніміз ғой біздің шырағым. Сонан кейін тірі бенде тірішілігімізді етейік деп. Ешкіңді нешеге сұрады? Барған уақытта біреу 65-ке сұрап еді. Қабылғыр дәметін кіреп, бермеп едім. Бере қойым керек екен. Кейін өт қақпай қалды. Енді не, сатқанды қойдыңыз ба сөйтіп? Кімге сатаман әнім ау? Қала алмаса. Қалмырза, жаңағы пұлыңнан 65 мың санап мына өтесін ағаға бер. Міне өтесін аға, 65 мың. Бұл қызық болды ғой. Базарда саталмаған ешкімді машинда сатып. Қаридары келсе қай жерде сатқанда не аға? Берекет табыным. Ал жүрің балалар, үйде отырып шай су ішіп кетің. Құдайға шүкір пұл бар енді. Балалар дүканға жуыртып аламан. Келуіңізге рахмет аға. Тағы бірде іше береміз ғой. Бұл қалай болды? Онда ең болмаса нан ауыз тиіп кетің. Жүрің. Нан ауыз тисек тиейік. Қалмырза, сен ана ешкіні алып қораға қама. Ау, ешкі сенікі емес пе енді? Әй, не қыласаң? Апарып қамай берсе? Түсінсе бұйырмасын. Ассаламу алейкум, Назар аға. Уалейкум ассалам, Сағынбай қалайсың? Қалай жағдайлар? Арбаны жүкке апарып атырсаң ба? Әрекетінде мен аға. Ау, жай жағдайын айтып ойласатығын шығар десем, тымтырыс боп кеттің ғой. Өзімнің тәшвишіммен біреудің мазасын алып не қыламан аға. Тракторларымды жүргіздім. Шіркеттен адамларының ала алмай жүрген 3 айлық айлығын бердім. Әй бәрекелла, енді адамлар ізіңе еретті сенің. Шіркеттен пайыңды ала алдың ба? Әй, ефлетік қаға. Бір жүрмел жақсы жорған бар еді. Сон саттым. 25 ақ терегім бар еді. 3000 боп бедем бар еді. Соларды сатып дегендей. Енді жанармайға азғантай бір пұл тапсам. Оған нең сатмақшысың? Қайдым? Өтсем мына машин сатаман. Кейін не? Көйлек штаң сатасың ба? Әнем, маған қара. Қолында бар малын сатқан адам көп ұзамай қамбағал халына түседі. Байыман деген адам мүлкіне мүлік қосады. Мүлік қосу үшін пұл керек та. Тап болды. Қаяқтан? Қарыз ал. Қарызланып қатын ал, қатының қалар пайдаға деген. Кімнен қарыз аламан? Қарыз алу үшін кепілдікке зат болу керек шығар. Жерің бар емес пе? Аманлық болса 4-5 айдан тәрезіге тас сындырғызып өнім алмайсың ба? Вай-о, аға. Елі егілмеген тұқымның өніміне банк қарыз бермейді да. Мен беремен қарызды. Яқшы. Бір заманнан есапшыңменен мөріңді алып кеңсебетке бар. Ал яқшы. Болады аға.
Минет ақыңды бергісем алмапсаң. Егер her bir adam белгілігін сақлап, інабатын жоғары тұта білгенде, сенің берген садақаңды алмас еді. О неге садақа? Садақа мені. Айт болмаса, сол ақшаларды қайықтан алдың. Балаңа жай салып беремен деп қойған ақтерегіңді саттың. Адамларға ақша болса болды. Қайықтан келгенімен не жұмысы бар? Таласып тармасып алды. Ал сен, келіншек тойда балалардың үстінен кәмпит шашқан қыз жеңгесіндей мардиып тұрдың. Мен өзімді ондай бейшара халда көргім келмейді. Яқшы, сенен бір нәрсе сұрайын. Ертең жұмысларым жүрісіп кетсе, 25 ақтерегім 50 болып қайтып келсе, сонда адамларға берген садақамды қайтып алған боламын ба? Онда фермер қожалықтың дүниясын құлқыныңа жеп атқан боласың. Парақор. Әй, сен бір олай десем, бұлай десең, бұлай десем, олай десең. Саған не болды өзі? Бұрын ондай емес едік қой екеуміз. Сен фермер болдың да ортамыздан алап шығып өтті. Кім өткерді соға алап шықты? Өзің? Ауылда 16 қожалық бар. Фермер боламан деп солардың біреуімен ойластың ба? Ойласпадың. Мен фермер болсам болды, адамлар ізіме ере береді деп ойладың. Қиыншылықпен болса да еріп басылады ғой. Мейлі оны қояйық. Өзің қайыққа баратсың енді? Сеннен көріп бардамлар ақ біреуге жалланып жұмыс істеу үшін. Өзің не? Мені нөкіске жақылдатып қайту үшін шықпаған шығарсаң? Айтсам және үгітледің десең. Мені үгітлеп көндіре алмайтыныңды білесен ғой. Ай, бұғырағым болғаннан кейін тәуекел етіп көрейін деп, кеше Назар ағадан 30 тонна салы тұқым алып едім. Енді соған мемлекеттік бұйыртпа алу үшін нан комбинатына баратырмын. Баяғыда бір кемпір үйде майымам жоқ ау. Көрішім болғанда қоңсыдан кешір алып, палуас беретін деген екен. Сол айтқандай. Жанар майын қарыз, тұқымын қарыз, төгініңім қарыз дей жақсан ғой. Соны айтаман да. Мен есаплап қойыппын жүра. Құда қалесе жылын бере қойса, сол салының 20-22 тоннасын егемен. Ол күздің күні 700 тоннадан астам салы болады. 400 тоннасын шартама менен тапсырып пұлын аламан. Оның пұлы төгінді тұқымды жабады. Қалған 300 тонна бар ғой. Ал оны не қыласың? Соннан әр қожалыққа 2 тоннадан салы беремен. Ал бердің, қалған не қыласың? Оннан ауысқанына 6 ай аламан, комбайн аламан. Сен баяғыда 10 класты піскеріп атырғанда, мұғалімге не деп өде беріп едің? Летчик боламан дедім. Болдың ба? Бола алмадың ғой. Ал сен не? Болдың ба? Пойыз айдайман деген ғой. Алтай пойызға ұсайды ғой. Ей, ол бір балалықтағы арман еді. Үлкейе келе, мен ондай қолымнан келмейтін нәрсеге хаваланғанды қойдым. Ал сен 10 класста қандай қиялпараз болсаң, сотырсыңда қалыпсың. Яқшы, ұсы сөзіңде тұр. Тұраман, сен де сөзіңде тұр. Егер сен бұйыл 700 тонна салы алсаң, Америкада болсам да қайтып келіп тракторыңды айдаймын. Келістік. Келістік. Ау. Ауыз тығылып қалған ба? Бұны ақпай атыр екен. Ау, харма қалмырза? Ау, ассалаумағалейкум аға. Ей, мына сағаға ұйық төгіп қалған, соны ашып атырман.
Hazır енді әмменің суға қардар уақыты. Соның үшін Қалмырза hazır сағаларды ойынқырап, суды көбірек алудың ләжін қылу керек. Әкең мұрат болғанша жерің ой болсын деген ғой. Ау да. Қара, салмада таптаслайын деген. Ау. Шімшкені бүгін егіп боласылар ғой. Болған hesabımız Құда қалесе. Ау Қалмырза, атсызда мал не қып жүрді? Ау. Жаңа мына тоңыртқаның тәшвішімен абайламай қалғанман ғой. Бар. Егер жебі болса, атсыздың басына апарып байла. Ал жебі жоқ болса, иесіне апарып тапсырып қайт. Яқшы аға. Әссене, сауқат боқыр. Ай, бригад бала. Қайным, Ассаламалейкум, кіші. аман сау жүрсең бе? Мына сиырымды шелге байлай берейін бе? Байлай бер. Атсызға басы жетпесе, босанып кетпесе болды да. Қайдан білейік? Бригад бала фермер болды. Атсызының шеліне мал туы адамдан жүргізбейді десіп отыр ғой. Сонdan қорқып. Әй, сіздерге өсек болса болды. Байлап қайттым, жібі бар екен. Әй, яқшы қыпсам. Ау, кіші. Сау барсың ба бригад бала? Сәлем бер. Аман жүрсең бе? Қайным, бөрінің аузы жесе де қан, жемесе де қан деген. Сол айтқандай, қаттылардың раскапіде өсекке шыға береді. Енді өсек емес раскапты айтайын. Ауылдағы әмме үйге 50 киладан күріш беріпсең? Айрымлары 100 киладан амалды. Ау, сонда не? Біз үйге қарағанда шаршап қалдың ба? Ау, олар сал егуге көмектесті ғой. 1 гектар тұқым еккендерге 10 киладан күріш бердік. Айрымлары 5 гектар екті. Ау, 10 гектар екті. Бұлан бір дәлел да. Кісінің бергені кеуілік, Құдайдың бергені тойымлық деген. Ау, осы жесір қатының несі бар деп істеп отырсыз ғой? Тоқтап тұр. Әссене кіші. Бір нәрсе болса жесірлігін бетке тұтасаң да тұрасаң, осы өтесін аға әпер тап екеуіңізден бойдақлықтан құтқарайын ба. Сөйтсе бала, ол қайнаған дымжы көтергенде халы бар ма екен? Халы болмаса қайтып келе қоясың ба? Қойын ғой балалар, қарысы түссін. Балалар ер жетіп тұрғанда қарын не қылайын? Кіші, өкпелеме. Кеште Қалмырзадан 25 кило күріш беріп жіберемін. Хау, қайыр етсең бүтін ет деген бригад бала. Ярым қалтаң не қылайын? Берсең бүтін етіп бер. Охо, іштей жаман емес па? Яқшы, бүтін болса бүтін. Бірақ кіші, ертеңнен бастап балаларды қызларды жәрдемге жібер. Қауаша отаққа келіп тұрды. Ертең 1-2 күннен атсызға төгінем шығару керек. Жіберемен ғой. Осы ауылда тұрсақ атсызға бармай қаққа барады. Яқшы, яқшы. Яқшы, рахмет жеңге. Ай, боса бала, басында ауыртпа көп, ijara pulыңды төле. Апажан, азалы бері еш нәрсе істей алмадым. Мына заттарды машина не апарып берейін, сондан түскен пулменен дәрі есеп тасаман апа. Өткен айдағы ijara pulыңды кім төлейді? Әкең төлей ме? Беремен ғой. Өткен айда 2 апта ауырып қалдым. Арбан бос тұрды апа. Білмеймін мен. Бос тұра ма, тұрмай ма, маған ijara pulыңды төле. Айтып атырман ғой. Қолым талып кетті ғой. Айда бала машинға қарай. Бұл бала еш жаққа да бармайды. Әуелі ijara pulың төлесін. Апа. Ей, абыса, апалап қата қалдың ғой. Мен саған ешейін беріп едім. Bu ne bәле? Айтпайсың ба өнім бұл даулы арба деп. Мынаны апарып қайтайын да апа. Ай бала, ай! Арбандаки бос па? Қане, мыналар сал. Өзім апарып беремен ғой азыр. Қане, яқ, бермарақ қой. Ал, бұл несібеден де алдыңыз. Енді сізге қаяқтан төлеймін? Бер деймен арбаны. Жібер деймен. Жібер, әкеңнің қарызы бар ма? Жібер, сәне бұлай. Жібер деймен арбаны. Жібер. Жібер, саған айтамын, жібер деймен. О, жібер деймен саған. Апа, қоя қойса. Жіберсе бұлай. Жіберсен бе жоқ маған сенбейсіз Әй, Жұманазар інім, неге тауып жүрсің? Ассалаумағалейкум Сағынбай аға. Ай, ешкі абау, арзымаған бір. Не арзымаған? Бір айдан бері мұтқа пайдаланып, және арзымаған дейді ұялмай. Жеңге, арбаңдап кет. Әкетемен сырада. Әуелі ijara pulын өндірмей қоймаймын. Әзір базарконға айтсам, милициясын жібереді. Онdan кейін төлемегенін көрейін қане. Яқ жеңге, ешкімге айтпай ақ қой. Ijara pulын өзім төлеймін. Міне, мұнаң ішінен керек ақшаңды ал. Ау, Сағынбай аға, өзім төлеймін ғой. Сен үндемей тұр.
Mә. Ha жеңге, арбаңдап кетпейсен бе? Яқ, айдай берсін. Қақсын төлемегеннен кейін ашу етіп атырғаным еді ғой. Ашу етсең етпесең әкете бер арбаңды. Бұл жігіт енді арба айдамайды. Хау, Сағынбай аға. Сен бермен кел, қазір өзім түсіндіремін. Ата бабаңнан кие атырған ажайып өнерің бар. Неғып жүрсең базарда арба айдап? Жапқаннан жоқ бұл апа? Азанда да зағара, түсте де зағара, кеште де зағара болып кетті ғой. Хау, оның несін маған айтасың? Ағаң айтсайшы. Мен не, күнде нан жауып жүріп едім? Жаппасаң ұн әкеп бер. Ұн жоқ па еді? Хау, әкемесең қаяқтан болады? Бір тиын таусаң, адамларға аласаң да жуырасың. Әйтеуір төбеміздегі жайды сатшы бермесе болар деп отырмыз. Жей бер балам. Зағара деген жүде пайдалы нәрсе. Бұның құрамында алфавиттегі барлық витаминдер бар. Өйтіп баланы алдамаса, онанша ертең маған бір қалта ұн әкеп бер. Мына зағара деген асқазанымызды тесті ғой. Бопты. Азғандай шыдап тұр. Елі бір тамды ұнға толтырып қоямын. Тандырға бетіле алмай тұрмасаң маған кел. Қиялың қапа-пәлектің қиялындай ау. Яқшы қойып тұр. Ертең әперемін. Биылғы келіп атқан су салыға жетпей ме? Гуман. Себебі салыны егіп өсіру үшін оның тұқымын сепкеннен басап толық пісемен дегенше 1 гектар жерге 20-25 мың метр куб су талап етеді. Бұл суды 10 гектарға, 100 гектарға, 1000 гектарға көбейтіп көрің, қаншама су болады бұл? Бір жылда 130-150 километр куб су келу керек. Биылғы жылы сол судың ярымы да болмайды. Демек, биыл салылардың бәрі қурап қалады екен да. Жақсы ниет қыла берейік. Бұл табиат деген. Табиатта күтілмеген жағдайлар болып тұрады. Бейтіп уайымлай бергенше, осы фермершілігіңді қоя қойсайшы. Барып сатыңнан айырылдың, я үйде берекет қалмады. Фермер боламан деп таласып жүргендер көп емес пе? Соларға берде қой. Балам, аударып болдың ба? Яқ. Жер қапқатты, бел өтпейді. Шайыңды ішіп ала ғой балам, шаршаған шығарсың. Бір шайлық болды ма екен өзі? Апа, нан қапқатты ғой, босынан жоқ па? Ефлеп, шайға басып жей ғой балам, қамыр илебек ашмай атыр. Қатынаныңды жеп тауыстың ба? Тауыстым. Әнекей балам, басқа нан болмағаннан кейін қатынан болса да жеп тауыстың. Саған аудар деген жерім наннан қат демес еді. Ал сен жанайырлық қылып таслап кеттің. Құлағыңа алтын сырға. Еш уақытта бір істі басласаң, шала қылып таслап кетпе.
Ey балам, seni ұсындай жатақ етіп тәрбиелеп бердім. Аш ұйқыңды. Сілкініп орныңнан тұр да, жұмысыңа бар. Шай ішіп кетпейсің бе? Яқ, шай ішетін уақыт па әзір? Жұманазар, қалайсың? Ассалаумағалейкум аға. Арма қошым? Бар болым. Міне, орақтарыңыз дайын болды. Кеше-кеште бітіріп ем. Әкете берсеңіз болады. Жақсы екен. Бел кетпенлер қайда? Әне, 3-4 уақ қалды. 20 бел, 20 кетпен деп едім ғой мен саған. Сізден басқа фермерлерге де бел кетпен керек екен. Мына орақларыңды зорға алып қалдым. Айтпадың ба мені бұйыртпа беріп қойыпты деп? Айттым ғой. Ауыл өзінікі. Кине ала береді о деп қоймады ғой. Мейлі. Ал, ата кәсіп қалай екен? Ой аға, жұмыс көп екен ғой. Біреу жаба соқ дейді, біреу кеппен соқ дейді. Қапқанға дейін соғатын болып кеттік қой. Әне көрдің бе? Сен болсаң қолынан іс келмей тұрған адамдай базарда тәшік айдап жүрсің. Сізге рахмет аға. Яқшы. Қане, орақларды қапқа сал. Бұл не? Кім саған тарнауды ашуға рұқсат берді? Тарнауды бастырған сен бе едің? Мен. Кім саған рұқсат берді тарнау бастыруға? Мен ешкімнен рұқсат сұрап отырмаймын. Сонда сенің салаларың су ішіп, менің салаларым су ішпеу керек. Бұл не? Ақымақсың? Суды күшеткен ішетіғын болса, көрерміз онда. Берман қара. Ашлық жыллары айырым ақыллы ата-аналар 5 баласының ішінен біреуіне жасырып ішіп жегізіп, ашлықтан аман алып қалған. Нәтижеде нәсіл дауам еткен. Ұрпақ сақланып қалған. Ол атан емес, жауыз. Жауыз болса болсын. 500 гектар салдың бәрі қуратқаннан гөрі 20 гектарын сақлап қалсақ, ел аузына күріш тиеді. Сол 20 гектар атызды біздің атызлардан сақлап қалайық. Сен таза болған мүлікті естісең, тышқанға бір уыс сал жегізбейсің. Бұл атыздың менен басқа да тілегін тілеп отырған адамлар бар. Оннан да адамдарыңды жиып, ана тарнауды бұрынғы қадына әкеп қойып. Жұдырығым бар деп әуелдіре берме. Бұл рет желушілігің өтпейді. Бұл тарнауды қайтадан басаман дейтіғын болсаң, менің өлігімді қоясаң ақсақал.
Одан бер жағында бір адамın қадем баспасын, майырылып қалады. Елі жауап болмаған екенсіздер ғой. Неше шөректей шығады? 30-40 шөрек. Я, оның аз болады. Көмекшілер бар. Соның үшін көбірек нан жау керек. Онда кеште тағы жауарман. Сусызлығам қиын болды таң тараға. Пай мұна атызда қолдан кеткен екен ау. Айбай. Обалын айтсам на дақылдың. Диханға қиын болды да таң тараға. Диханға аңсат жыл бар мәйнім. Соның үшін айтқан ғой ата бабалар. Дихандығы жыл дәрман деп. Бұл жерге себілген тұқымды зая қылмай күш қылғанда ма? Әй, қапта қалғаншы тапта қалсын деген ғой балалар. Мына жерлерді қара. Былтырда сал егілді. Жазы менен су жатты. Биылда 2 ай су ішті ғой. Қып-қызыл қанық жер. Әзір сүріп жіберіп ме? Әр басым малақай дейін баса мағанге. Ауа, мәшексіз де болады. Соны білмейік бе балалар. Күн жауса да әкімге жуырады. Су болмай қалса да әкімге жуырады. Әкім бәрісіне қалсын. Әкімге жуыра бергенмен су болмаса пайдасы жоқ бәрі. Солайды. Менің де ақылым хайран інім. Сен 130 гектарды айтып отырсаң, менің 600 гектардан аслам салым кетті ғой. Лейкін сіздің тұқымыңыз қарыз емес қой аға. Жанармайыңызам өзіңіздікі. Ояғың туыры. Менің қожалығымда әзір 1 миллиард сомнан артық пайдам бар. Бұл шығыллардың бәрін тым білмегенде жау жіберуге болады. Лейкін жерге кеткен тұқымның обалы бар да. Ал енді не қылмақшысың? Аға, салы қураған мен астындағы жер қанық. Орнына тез уақытты өткермей сүрдір жіберіп, суды аз талап ететіғын егінлерді егіп таслай жақпан. Бұның болады. Енді не егі жақсың сонда? Күнжі, мәш, солай ма? Яқ, күнжінің өнімі аз болады. Мәштің қаридары жоқ. Кеше бір жерден 20 гектар жерге жеткендей айға бағар тұқымын таптым. Рәс жоғарғы сортлы. Майлығы да жақсы. Қалғанына жүгері егіп жібере жақпан. Айтқаларың дұрсау. Жүгеріге қаридар табылар мекен бала? Табылады. Қалай дегенмен мәшпен күнжінің өтімлі. Биылғы сусызлық әмі кетен. Сондықтан маллардың от жемі аз болады. Егер жүгерден дейділеген өнімді алатығын болсам, шаруалардың өздері келіп, шыңгірігімен қосып алып кетеді. Қала берсе, іспілерменлерге де жүгері керек. Олар не қылады? Жүгерден көп өнім шығады ғой. Мәселен, прайник, зағара дегендей. Әммесінің есабын тауып келген екен жанғы. Мен сенің төбеңді көргеннен енді не мәслихат беремен деп уайымлап отырып едім. Бұл кегендегі мақсетім Назараға тұқымның пұлын қыстастырмай тұрым. Айға бағар мен жүгерінің пұлынан есапласаман деп өтініш етіп келмем. Жанармайға алған қарызыңды ұмытып кетпедің бе? Яға аға, оны пақтаң пұлымен есапласаман. Болады інім. Қайрат сала бер. Ең басысы рухыңды түсірме. Ақыры ата-баба айтқан ғой. Бұннан да жаманында тойға барғанбыз деп.
Нөкске қарап жүрмесем бе жора? Отыр. Жора, құрдаспенен ұрысып шыққан жоқсыз ба? Ұзақ жолға Ғазеп атына мініп шығуға болмайды. Аял жиніңе тисе ешкап қо. Босағадан шыққан жерде қалады ашуым. Бір адамның суына тиіп ала қойып едім. Қай жерге барсам, сол адам алдына кес-кеслеп шыға береді. Ай, ондай болып тұрады. Абдулла Арифтің бір қосығы бар. Дейділер, ит үрер, көшеді каруан. Қилы бәлелерден жан басын жаның. Лекін қатты батар бір өмір кірян. Итлер арасынан өтсе каруаның. Сол айтқандай, каруаның мұдам итлердің арасынан өте берсе қиында. Өзімнің айыбым бар. Район бойынша өткерілген үлкен бір жиналыста кемшілігін, қалақлығын айтып, диқан фермер болып шығып кетемін дедім. Биылғы мына сусызлықта 20 гектар салысын аспек қылып суғарып атырып еді. Су бермей қалдым. Енді пақтаға төгін сұрап келсем, күні кеше сол адам химияға басылып көп кепті. Алдымнан қақыта қалды. 5 тонна азот сұрасам, саған 5 килода бермеймін, пұлың төліп кел деді. Мен пұлым жоқ екен білет та. Онда оны күнәлайтығын орның жоқ. Пұлын төлеуің керек. Дұрыс. Пұлын төлеуім тиіс. Лекін әміге де со талапты қойса екен да, шіркетлерге 40-50 тонналап несиеге беріп жіберіп жатыр. Оларға неге бересің десем, олар үкіметке қарасыл дейді. Фермер не? Үкіметке бағынбай ма екен? Солда мен күйіп кеткенім. Ал, енді не қылмақшысың? Ауыл қожалық министріне бараман. Ол дұрыстап тыңламаса, газетке бараман. Қалай етсем де 45 гектар қауашамды сусыздықтан құтқарып қалым керек. Қалай құтқарасың? Сусыздықтан азот құтқарады. Сол ызғарлықты ұстап тұру үшін тез азот беру керек. Диқаншылықтың осындай сырлары бар десе. Неше жылдан бері фермерсің? Фермер болғаныма елі ярым жыл болған жоқ. Лекін диқаншылық бойынша 20 жылдан астам тәжірибем бар. Онда туыры күйіп піскеніңше бар екен. Лекін сен қапа болма. Нөкіске тек сол жұмыстар бойынша бармақшымысың? Тек арқы жұмысым сол. Кейінен бір қарындасым шашу той беріп атырып еді. Соғанам кіріп шығуым керек. Онда сен ұрғыңды түсірмей, туыры тойға бара бер. Ауыл қожалық министріне баруыңам шарт емес. Ал енді газетаға бару мәселесіне келсек, сен газетаның арқарылар бойынша арнаулы хабаршысымен сөйлесіп кетесің. Солай ма? Азотыңды өзім шешіп беремін. Жақсы болар еді. Ау қалмыза? Ауылда тез жерден машина жүріпті ғой. Аманлық ба екен? Мына Толыбайдың келінінің айы күні шамаласып отыр деп еді. Соны ту ойына апаратқан шығар. Аманлық болса болар. Қуаныш, апаңай тез шай қойып жіберсін. Апам жаңа тез жәрдеммен емлеуханаға кетті. Қайдем? Қамырзолы отырып бірден құлап қалды. Жаңағы тез жәрдем машинасымен кетті ме? Қалмырза, машинға отыр. Емлеуханаға барып қайтайық. Болады, тезірек барайық. Қалмырза, нанбай ғана құрмасақ болмайды екен. Ауа құру керек. Қашан көрсең азанлы кеш жеңгей нан жауып жүргені. Мына ысыда қатылар темірден болса да шыдамайтын шығар. Ассаламалейкум, жеңге. Сау жүрсең бе, қайыным? Назар аға үйде ме? Ағаң ішкерде, бара бер. Яқшы.
Ассалаумағалейкум, Назар аға. Уалейкум ассалам. Ал Сағынбай, кел қосшым. Отыр. Харма інім. Бар болың аға. Жұмыстар яқшы ма? Үйшілер сау ма? Шүкір. Өзіңіз қалайсыз аға? Жаман емес, Денсаулығыңыз яқшы. Назар аға, баяғы 30 тонна салы тұқымның пұлын нақылай әкеліп едім. Машинда тұрды. Әкеле берейін бе? Хау, сонша пұлды қаяқтан таптың? Bir bankını tonap kelген жоқсан ба? Аға, бұл өз аяғымен келген жуырның пұллары ғой. Айға бағардан 40 тонна өнім алдым. Майзауытқа апарып тапсырып едім, олар дәру ақшасын өткеріп берді. Ал мына жуырның пұллары нақ түсті. Базарға апарып саттым. Сізге көп рахмет аға. Жәрдемлестіңіз, қарастыңыз. Соның үшін тұқымыңыздың пұлларын өсіммен әкеп отырман. Жанармайдың ақысын декабрьде пақтаның ақшасымен есапласаман. Жаңа пұлларды әкелейін. Отыр. Өкпеңді бас. Сен інім есі жігітсең. Сәл сабырлырақ, салмақлырақ бол. Дұрыс, қуануың орынлы. Жұрттың насақ сөзіне қалмай, боғырағым қиыншылықтан жақсы шығып кеттің. Лекін қожалық басқару бұндай болмайды. Мен саған тұқымды үйімнен бердім бе? Ау, нақладной жазып, шартнамамен бердім ғой. Ана ат қосы жігітің келіп алып кетті. Соның үшін бұл пұллардың әммесін апарып, ертең банкіге сал. Кейін есабыңдағы пұлдан маған өткөріп, қарызыңнан құтыласаң. Ешқандай өсім-пөсім дегенді маған айтпа. Ау, мен сізге нақ пұл керек шығар деп. Нақ пұл әммеге де керек. Осы пұлларың сенің қанша адамға пенсия болады? Айлық болады. Жүзімгүл, ауғатыңда кел. Аға, мен асықсылау едім. Және бірде жей береміз ғой. Мен жүре берейін рұқсатыңызбен. Назар аға, биыл жуыры мен айға бағар тап басына болғандай болды. Соның үшін адамлардың да минет ақыларын зиятымен бердім. Сонда етіп пе? Аға, банк арқылы айландырдым. Солай болсын. Лекін еледе пұлым бар. Тарауды кеңейтіп, шаруашылықта да өзім сынап көрсем бе деп отырман. Мал алсам, жылқы алсам, қой ешкі дегендей. Бұларға нақ пұл жұмсамасам болмайды ғой. Салықшыларға не дәлел айтасың? Нақ пұлды банкіден тысқары айландырғаның үшін жазаға тартылатыныңды білесің бе? Хау, мен әмме салық төлеп отырман ғой. Яғыным, бұндай кәпті қой. Фермер болдың ба? Сенім юридикалық мекемесі бұнасың. Бір пұл таптың ба? Банкы арқалы айланыс қыл. Малды базарынан майман ба? Әзір фермершілердің бәрі малларын аукционға шығарып жатыр. Әне солардан аласаң, пұл өткөріп.